Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Шеттікбаева Серікгүл Серікқалиқызы, физика пәнінің оқытушысы. Семей қаласы көлік колледжі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кристалл және аморф денелер, қатты денелердің механикалық қасиеттері. Мақсаты: әртүрлі қатты денелер мысалында кристалдық және аморфты денелердің құрылымын ажырату. Мына суретке назар аударайық. Бұл суретте заттың қандай күйі бейнеленгенін анықтайық. Ол үшін заттың қасиетіне назар аударамыз. Яғни, мұндағы заттың молекулалары бір-біріне жақын, тығыз орналасқан. Сол себептен біз бұл жерде заттың қатты күйде бейнеленгенін байқаймыз. Яғни, бұл қатты зат. Қатты денелердің түрлері. Қатты денелер екіге бөлінеді: кристалл денелер және аморф денелер. Кристалл денелердің өзі екіге бөлінеді: монокристалдар және поликристалдар болып. Кристалдар дегеніміз бұл көп бұрышты формасы бар қатты заттар. Яғни, кристалдардың атомдары, молекулалары және иондары кристалдық тор түрінде бейнеленген. Оның басқа қатты денелердегі айырмашылығы олардың ішіндегі кристалдық тордың болуы. Кристаллардың формасы призма түрінде, дұрыс үшбұрыш, квадрат, параллелограмм, алтыбұрыш болуы мүмкін. Кристалл денелердің сипаттамасының бірі анизотропия. Анизотропия дегеніміз бұл әртүрлі бағыттардағы кристаллдардың қасиеттері әртүрлі болады. Мысалы, механикалық кристаллдардың қасиеттері жылу өткізгіштік жатады. Электрлік кристаллдардың қасиеттері кристаллдардың өткізу жылдамдығының болуы және де оптикалық қасиеттері болады. Монокристалдар дегеніміз үлкен жалғыз кристалдар. Оған кварц немесе алмаз жатады. Оның физикалық қасиеттері: дұрыс геометриялық пішін, тұрақты балқыту нүктесі болады және анизотропия, яғни бағытына байланысты қасиеттері әртүрлі болады. Поликристалдар дегеніміз көптеген аралық кристалдардан тұратын кристалдар, яғни жиынтық кристалдар. Бұған аметист жатады. Оның физикалық қасиеттері: дұрыс геометриялық пішін, тұрақты балқыту нүктесі болады. Изотропия, яғни бағыттарына байланысты кристалдардың қасиеттері бірдей болады. Қатты заттың екінші түрі ол аморфты денелер. Оның кристалдардан айырмашылығы кристалдық құрылым, яғни кристалдық торы болмайды, ерекше балқу нүктесі де болмайды. Аморф денелерге шыны, бетон және пластмасс жатады. Кристалл денелердің қасиеттеріне байланысты деформация ұғымын енгіземіз. Деформация дегеніміз сыртқы күштердің әсерінен дененің пішіні мен формасының өзгеруін айтамыз. Оның түрлері: созылу деформациясы, қысу деформациясы, бұралу деформациясы және иілу немесе бұру деформациясы болады. Деформация ұғымына байланысты Гук заңын тұжырымдаймыз. Гук заңы, яғни сигма тең болады эпсилон көбейтілген е. Кішкентай деформация кезінде механикалық кернеу
салыстырмалы ұзаруға тура пропорционал. Мұндағы сигма дегеніміз механикалық кернеу. Бұл механикалық күш пен көлденең қимасының ауданының қатынасы, яғни сигма тең болады F бөлінген S. Эпсилон дегеніміз салыстырмалы ұзару, E дегеніміз ионық модулі. Осымен бүгінгі сабақты қорытындыласақ, бүгін біз қатты денелер және оның түрлерімен таныстық, деформация ұғымын енгіздік, сонымен қатар Гук заңын тұжырымдадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.